Қалайсыздар? Енді тұқымнан ештеңе өсірмеймін деген ойға келіп отырмын. Өйткені міне алдындағы отырғызған мирабелис көлемінен шыққан бар болғаны осы. Тағы да бір не бар еді, контейнер, ондан дым шыққан жоқ. Және де міне мынандай болып ауырып тұр. Менде бірақ та ешқандай подсветка беріп жатқан жоқпын. Тек жаңағы обычный жаңағы не мына бір шаммен осы гүлдерге жаңағы жағам. Подвесный кашподағылар өсіп тұр. Көбірек жағуға тырысамын осыны балкондағы светті. Және де бұны көтеріңкіреп қойған болатынмын, бірақ та бәрібір де жарық жетпей, міне осындай болып ауырып тұр, созылып кетті. Мында дипсис пальманы отырғыздым, ештеңе шыққан жоқ. Видео отчет ретінде салып қойып жатырмын сіздерге, өйткені енді бір жауабы болсын деген ойда. Енді мен ойым тек сатып алған жеңіл екен. Жаңағы бір түпті 700 теңге ма, 500 теңгеден ба, қаншада сатады. Сол сатып алған оңай екен. Мынандайды өсіруге менің деген терпением жетпейді екен. Но енді білмеймін, тұр, өте жаман емес. Астына топырағын тағы да сеуіп салып қойсам, мүмкін ары қарай өсетін де олар. Салмаған себебі мүмкін астынан тағы да бір оянар деген ой менде. Дәнектер оянып шығар деген. Ал енді бұл менде дипсис пальмам 3000 теңгеге сатып алдым. Каспийдан заказ беріп, осмокот емес, удобрениялармен кәдімгі күшті етіп салып жіберген. Бірақ та дымда да шыққан жоқ, бірде-біреу шыққан жоқ. Босқа кеткен ақшам осылай. Ал сіздер енді қараңыздар, енді өсірген ұнай ма сізге дәнектерден гүлдерді? Мүмкін мен бір нәрсе дұрыс жасамай жатқан болармын. Суды бір күп тұрмын, қатты құймаймын. Тек азғантай-азғантайдан бір күп тұрмын.